Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге маринаты керемет, өте дәмді, дәмі ауызда еритін, еті жұмсақ болып шығатын, құс етінен жасалатын өте ерекше дәмді ыстық тағамның рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге құс еті қажет. Менде бұл жерде үйрек еті. Үйрек етін қатты күйінде өздеріңіздің қалауларыңызша турап аламыз. Содан соң мұздың әбден ерігенше қойып қоямыз. Мұзы еріп болғаннан кейін суын төгіп маринатын дайындаймыз. Ол үшін бізге туралған қызанақ қажет болады. Қызанақты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне туралған пиязымызды қосып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін туралған киви жемісін қосамыз. Оны да барлығымен бірге қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін ұсақталған сарымсақты қосып, оны да барлығымен бірге қосып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін дәмдеуіштерді қосамыз. Менде бұл жерде кәуапқа арналған дәмдеуіш, паприка және тұз. Содан соң кішкене ғана шым-шым етіп кристаллик дәмдеуішінде қосып жібереміз. Барлық дәмдеуіштерді қосып болғаннан кейін тағы да барлығын жақсылап бір-бірімен араластырамыз. Енді етке ерекше дәм беріп, оны жұмсарту үшін жари мясо деп аталатын осындай дәмдеуішті пайдаланамыз. Содан соң мынадай жидкий дым деп аталатын дәмдеуішті де қосамыз. Бұл дәмдеуішті де кез келген дүкеннен қолжетімді бағада ала аласыздар. Бұл бізде копченый, яғни қапталған дәммен иісті шығарып тұру үшін өте пайдалы және керек дәмдеуіштердің бірі. Содан кейін апельсин шырынын да қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұндай маринатты бір немесе бірнеше сағатқа қойып қойсақ жеткілікті. Мендегі бұл маринат 1 сағат көлемінде тұрды. Байқаған болсаңыздар, көп адамдар өздерінің еттерін қалай маринаттағанын көрсетіп бөліспейді. Сол себептен мен өзімнің жылдар бойы пайдаланып келе жатқан сенімді рецепттеріменен бөліскенді жөн көрдім. Сіздердің де дайындап жасап көргендеріңізді қаладым. Енді осы маринатталған етімізді алып, оның үстіне туралған картопымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, кемінде жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өтіп, барлығы бір-бірімен сіңіскеннен кейін осындай пештің формасын алып, оны сәл кішкене майлаймыз. Яғни көп емес, кішкене ғана майласаңыздар жеткілікті. Майлап болғаннан кейін картопты да бір келкі етіп формамызға жайғастырып шығамыз. Ал етті болса жеке сеткада пісіретін боламыз. Яғни картоптың үстіне сеткамызды қойып, сол сеткаға етімізді барлығын түгелдей жайғастырып шығамыз. Егер сіздерде сетка болмайтын болса, онда ештеңе етпейді. Ет пенен картопты бірге салып пісіре берсеңіздер болады. Ешқандай айырмашылығы болмайды, керісінше өте дәмді болып шығады. Етті орналастырып жатқан кезде пешімізді 180 градусқа қойып, алдын ала қыздырып аламыз. Қызған күйінде жайғастырғаннан кейін пешімізге салып 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Енді үйдегі иіске сөз жоқ, өте керемет, бірден тәбетті ашатын, өзіне баурап алатын керемет атмосфера. Бұндай маринатты сіздер тек қана осындай тағамдарға емес, сонымен қатар кәуаптарға да пайдалансаңыздар болады. Тағамымыз дайын, өте керемет болып шықты. Иісін айтып жеткізу мүмкін емес. Отбасымның сүйікті тағамдарының бірі дәл осы ыстық тамақ. Кемінде айына 3 ретте жасаймын. Өте сүйсініп, сүйіп жейді. Балаларым қатты ұнатады. Сол себептен сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес етемін. Қазір еттің дәмін көреміз. Еті ауызда ериді. Айтып жеткізу мүмкін емес. Дүкендегі, кафелердегі кәуаптардан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Басты айырмашылық пеште дайындалып, үй жағдайында жасалғаны. Өте керемет болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін.
Тіпті еттегі қақталған дәм менен естің өзі өте керемет дәм беріп тұр. Сіздерге пайдалы әрі керек рецептпенен бөлістім деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап, дәмін көріп, кері байланысқа шығып, маған комментарий бөліміне қалай шыққаны жайында өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырауды басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын.